Сәлеметсіздер ме, менің құрметті оқырмандарым. Бүгін сіздермен тырнақтың сарғаюы жайлы сөйлесетін боламыз. Бізде неге тырнақтың сарғаюына қарап, оның қандай дертке ұшырағанын анықтауға болатынын білеміз. Мысалы, егер тырнақ сары түске боялса, бұл асқазан ішек жолдарында ауру пайда болғанын білдіреді. Бұл жерде тағы да айта кететін жайт, егер де тырнаққа косметологиялық әрекеттердің де теріс ықпалы тигізетінін біле жүріңіздер. Мысалы, жағылған лак тырнақ жабынының саңылауларын бітеп тастайды, сосын оған оттегі бармайды. Сол себептен де сарғаю мүмкін. Әр тырнақтың сынғыштығы да содан пайда болады. Сондай-ақ адам ағзасына шылым шегу арқылы түсетін никотин де кері әсерін тигізбей қоймайды. Саусақ ұштарына жиналатын ол тырнақтың түсін өзгертеді. Мұндай жағдайда темекіден бас тарту ғана оның түсін қалпына келтіреді. Тырнақтың табиғи түсінің өзгеруінің тағы да бір себебі ол кальцийдің жетіспеушілігінен болады. Сонымен қатар бауыры, өкпесі немесе қант диабетімен ауыратын адамның да тырнағы сарғайып кетуі мүмкін. Сондықтан да құрметті оқырмандарым, дендеріңізде саулық тілеймін және дер кезінде дәрігерге қаралғызып жүріңіздер.